Томирис хореографиялық ансамблінің жеңіс қоржынындағы бұл алғашқы бас жүлде емес. Қарағанды қаласында өткен Kids Smile 2018 республикалық фестивалінде бишілер эстрадалық, орыс және өзбек билерін қазылар назарына ұсынды. Байқауда орындалған мұң бұралған бимен қатар сәнді киімдермен де биші қыздар қазылар алқасын тәнті етті. Нәтижесінде олар байқаудың жас шамасына қарай қос бірінші орынды және жетекшілері үздік хореограф номинациясын жеңіп, алдағы жылы Ресей мемлекетінің Мәскеу қаласында өтетін сайысқа жолдама алды. 30-дан аса коллектив қатысты, Қарағанды қаласынан және де бүкіл Қазақстан аймақтарынан көптеген коллективтер келді. Сол конкурста біздің коллектив үздік дәрежеде өнер көрсетті деп есептеймін. Өйткені біз 6-7 жас аралығында бірінші орын алдық, сосын 8-9 жас аралығында бірінші орын алдық. Және де 10-14 жастағы қыздар, олар ең үздік гран-при орынға ие болды. Тағы да осы конкурс немен ерекшеленді, ол қосымша номинациялар болды. Ол ең үздік хореограф, ең үздік костюм және де ең үздік жанкүйерлер тобы. Сол қосымша номинацияда біз 2 жүлдеге ие болдық. Ол ең үздік костюм және де мен ең үздік хореограф атандым. Томирис тобы еліміздегі ірі мәдени шараларға белсенді қатысып отырады. Бүгінде түрлі байқауларда да жеңіске жетіп жүр. Шекара асып, өзге мемлекеттерде өнер көрсету олардың басты мақсаттары болатын. Енді міне бұл мақсатқа жетуге де бір қадам қалды дейді жетекшісі. Біздің хореографиялық тобымыз, Томирис тобымыз үлкен жүлдеге ие болдық. Ол жүлде 30 сәуірден 4 мамырға дейінгі өтетін конкурс Ресейде, Москва қаласында біздің қыздар тегін қатыса алады. Сол конкурста біз Қазақстан атынан барамыз және де біздің елімізді үлкен дәрежеде көрсетуге тырысамыз. Кішкентай бишілер байқау барысында қатты қобалжығандарын жасырмады. Тіпті осындай үлкен жүлдеге қол жеткіземіз деп үміттенген жоқпыз дейді. Хореографтың айтуынша, байқауға дайындық қысқа мерзімде өткен. Небәрі бірнеше ай ішінде күрделі би элементтерін кіші құрамға үйрету қиынға соққанымен, төккен тер мен үкілі үміт толығымен ақталды дейді олар. Бұл ең қызықты конкурстардың, біз барған қызықты конкурстардың бірі болды. Бізде көптеген сезімдерге елендік. Конкурс өте, біздің өткен конкурстардан қарағанда өте сезімді және де маңызды конкурстардың бірі болды. Біз жетістікке жету үшін көп еңбектендік, дайындықтарға келдік. Сол дайындықтардың жемісін біз жаңаға конкурста өткен кезде сезіндік. Біздің алғашқы топ ұжым болып, бір алыс жаққа шыққан кезіміз мен үшін бірінші кез болып есептелінеді. Мен үшін егер біздің ұжым өте ұйымшыл топтардың бірі, сондықтан бірге барып келген қызықты болар деп ойлаймын. Кәсіби біліктіліктерін дәлелдеген жас өнерпаздар республикалық байқаудан орала салысымен Ресей мемлекетінде өтетін байқауға қызу дайындықты бастап кетті.